Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың түрлері. Яғни бүгінгі сабағымызда сіздермен бірге қорықтар, қорықшалар, ұлттық саябақтар, ерекше қорғалатын аумақтардың құрылу мақсатымен танысады екенбіз. Ал балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың түрлері. Бүгінгі сабақта сіздер қорықтар, қорықшалар, ұлттық саябақтар және ерекше қорғалатын аумақтардың құрылу мақсатымен танысасыздар. Ал балалар, бері қараймыз бәрімізде. Бірінші топ сізді қорғаған Қазақстанның қорықтарымен сіздерді жаңа таныстырды. Ақсу-Жабағылы мемлекеттік қорығының 1926 жылы құрылғаны туралы, оңтүстік Қазақстан облысы және Жамбыл облысының аймағында орналасқаны туралы қысқаша сіздерге ақпарат берді. Алматы мемлекеттік табиғи қорығы 1931 жылы Алматы облысында құрылған. Наурызы мемлекеттік табиғи қорығы 1931 жылы құрылып, Қостанай облысында орналасқаны туралы сіздерге балалар айтып берді. Яғни Қазақстандағы 10 қорық туралы сіздер қысқаша ғана ақпарат алдыңыздар, кескін картадан көрсеттіңіздер. Яғни бірінші топ сіздерге қорықтар туралы ақпарат берді. Яғни үйде сіздер осы кескін картаға түсіресіздер және осы кестені дәптерлеріңізге түсіресіздер. Ол сіздердің көру, есте сақтау қабілеттеріңізді дамытуға септігін тигізеді. Жарайсыздар. Ал балалар, тақтаға қараймыз, мұқият боламыз. Енді сіздермен бірге ұлттық саябақтардың қай жерде орналасқанымен танысамыз. Ал кім көрсетеді? Екінші топтан Сабрина Шағауи. Балалар, тез-тез мұқият картаға қараймыз. Баянауыл ұлттық саябағы 1985 жылы құрылған. Ол Баянауыл ұлттық саябағы. Өте керемет. Жарайсың, жақсы. Ал балалар, кестеге ерекше қорғалатын аймақтарды өз ойларың мен қиялдарыңды қоса отырып алып, кесте толтырасыздар. Сіздердің жауаптарыңыз өте керемет болды. Яғни географияның айнасы карта. Сондықтан сіздер қорықтар мен ұлттық саябақтарды, ерекше қорғалатын аймақтарды кескін картаға түсіріп, естеріңізге сақтап, келесі сабақта біз сіздермен бірге есіңізге шынжыр әдісін пайдалана отырып алып, не істейміз? Жаттығамыз. Яғни бүгінгі Даниялға өте керемет деген баға қойып, Сабрина бірінші топтағы оқушылардың бәрі де керемет тақтадан көрсетіп, өздерінің географияның аймақтарын жақсы білетінін көрсетті. Екінші топ ұлттық саябақтарға жақсы жауап бердіңіздер, өте керемет. Соның ішіндегі алғыры Сабрина болды, бірінші топтың алғыры Даниял болды, үшінші топтың алғыры өте керемет деген баға алған Ақерке болды. Сабағымыз аяқталды. Өте керемет жауап бердіңіздер балалар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Қарай еліміздің толықтай жойылып кету қаупіне ұшыраған жануар. Ал Қазақстанда 50-60 бас шамасындай бар. Олар 800 және 3000 метр биіктікте мекендейді. Алтай арқарын Шығыс Қазақстан облысы Қалмақшы өзенінің жоғары ағысында, биік таулы шоқыларда және бөткейлерден кездестіруге болады. Өте керемет, жарайсың. Яғни балалар, сіздерге Орал Алтай арқарының құрып жойылып баратқан түріменен таныстырды. Арқарлардың қазір кезде саны азайып баратқан ақпарат берді. Өте керемет, жарайсың. Ізденісің жақсы, отыра қойып. Балалар, сонымен бірге біз ерекше қорғалатын табиғи аймақтармен таныстық. Сіздер қорықтарды, ұлттық саябақтарды және ерекше қорғалатын қызыл кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктермен таныстыңдар. Жауаптарым өте керемет болды. Бүгінгі сабақта жақсы түсінген болсыңдар деп ойлаймын. Үйге тапсырма сіздерге балалар, кескін картаға осы ұлттық саябақтар мен ұлттық қорықтарды, ұлттық саябақтарды түсіресіздер. Екінші тапсырма қызыл кітапқа енген өсімдіктер мен жануарларды кесте жасап, өз ойларыңды. Ал балалар, сіздер қазір бірінші топтың қорықтарды көрсеткенмен таныстыңдар, екінші топ бізге ұлттық саябақтарды көрсетті, өте керемет. Енді үшінші топ қызыл кітапқа енген өсімдіктер мен жануарларды қазір
тартадан көрсетіп айта сіздерге таныстырады үшінші топ. Ал Алеке Қазақстан қызыл кітабының алғашқы қоры Қазақстан қызыл кітабы алғашқы 1978 жылы шығарылды. Соңғы басылымы 1999 жылы жарық көрген. Оған сүтқоректердің 128 түрі, балықтардың 18 түрі, қосмекендердің 3 түрі, құстардың 58 түрі енгізілген. Ол 5 санатқа, яғни ғалымдар оны жасады, 5 санатқа бөлді.